Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, қадірлі ізгі оқырман? Сіздермен бірге Данияр Сүлейменұлының Ең бақытты әйел атты кітабын оқып бастадық. Қазір сіздерге сол кітаптың жалғасын оқымақшымын. Ал кеттік. Бақыт жолында үмітсіздікке жол бермеңіз. Құрметті азаматша, сіз еш уақытта басқа түскен қиындық себепті үмітсіздіктің өзіңізді жеңіп кетуіне жол бермеңіз. Сіз Алланың ардақты етіп, сұлу етіп жаратқан пендесісіз. Сізге бұл жараспайды. Үмітсіз шайтан ғана. Үмітсіздік адамның өз болашағына сеніммен қарауға тосқауыл болатын дүние. Қаншама адам үмітсіздік себебінен өміріне балта шапса, қаншамасы көздеген мақсатынан мақұрым қалды. Абайдың сөзімен айтатын болсақ, үмітсіздік антұрғандық. Адам көбіне үмітсіздікке, басына қиындық түскен жағдайда жол беріп қояды. Ал адамды үмітсіздікке салудан тосатын бірден бір күш – иман. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деді: Мүміннің жағдайы қандай ғажап. Шын мәнінде оның әрбір жай күйі өзі үшін қайырлы болмақ. Бұл одан өзгеге бұйырмаған бақыт. Ол қандай да бір қуанышты жағдайға тап болса, шүкір етеді. Мұнысы өзі үшін қайырлы болады. Ал басына бір қиындық түссе, сабырлылық танытады. Бұл да өзі үшін қайырлы болады. Хадис шәріпте баршамыз үшін өмірлік үлкен қағида жатыр. Ол қуанышты жағдайда Аллаға шүкір ету, қиындықта сабырлық таныту. Жұдырықтай ғана жүрегі Алла деп лүпіл қаққан иманды жанға аталмыш қағида екі дүниесі де үшінде қайырлы. Саналы ғұмырын тақуалыққа негіздеген алып тұлғалардың өміріне үңілер болсаңыз, басына келген қиындыққа сабыр етумен қатар шүкір еткенін көресіз. Яғни олар бұл қиындықтан да ауыр қиындықпен сынамаған үшін Аллаға шүкір етеміз дейтін еді. Жоғарыда берілген Алла елшісінің хадисіне және төмендегі қасиетті Құран аятына қарасаңыз, Алла тағала адам баласына үмітсіздікке салынуға мүлдем жол қалдырмаған. Тіпті күнәда шектен шығып кеткен адамның өзіне Алла тағала қасиетті Құранда: «Уа Мұхаммед, оларға менің мына сөзімді жеткіз. Уа күнәға батып, өз-өздеріне жамандық жасауды шектен шыққан һәм өздеріне берілген түрлі нығметтер, сезімдер мен қабілеттерді орындап пайдаланбай зая қылған құлдарым, Алланың рахман үміт үзбеңдер. Өйткені Алла барлық күнәларды кешіреді. Расында ол ғафур. Құлдарының күнәлары қаншалықты ауыр болса да, тәубеге келген жағдайда өте кешірімді, рахим, ерекше мейірімді» деп баяндау арқылы үмітсіздікке салынбауға шақырады. Ендеше, сіз үшін үмітсіздікке салынуға жол жоқ. Сіз үшін тек қолда бар нығметтеріңізге шүкіршілік айтып, қанағат білдіру арқылы алға қойған мақсатқа қарай ұмтылу ғана бар. Өткінші өмірдің өткінші қиындығына бола немесе ойлаған дүниелік бір арманыма қол жеткізе алмай қалдым деп үмітсіздікке салынбаңыз. Алланың нығметі шексіз, бәріне де жетеді. Тек үмітсіздікті тастап, еңбек ету арқылы алға, жарқын болашаққа қарай нық қадамын бассаңыз болғаны. Іштегі рухани күшті ояту. Таң намазымен жұмысқа ояну үшін ұялы телефонға қоңырау қоятын әдетіміз бар. Сол қоңырау ұйқыдан оянуға себеп болады. Бірақ ол уақытша ұйқы. Өмір бойы ұйықтап өтетін адамдар бар. Олар не істейді? Мұның бір ғана жолы бар. Ол өзгеру. Адам Аллаға жалбарыну арқылы өзін өзгерткені жөн. Расында
Қандай да бір қауым өз ішінде өзгермейінше, Алла ол қауымды өзгертпейді. Рағд сүресі 11 аятта. Адам таңғы ұйқыдан ояну үшін қоңырау қойғаны секілді, өмірде ғапылдықтан ояну үшін де өзінің жан дүниесіндегі қоңырауды, яғни рухани күшті оята білуі қажет. Рухани күшті оята білу адам өміріне үлкен өзгеріс әкеледі. Ұйқыдағы адам айналасында болып жатқан жайттардан хабарсыз болғаны секілді, рухани ұйқыдағы адамда өмірдің мәні мен өзінің жаратылыс мақсатын ұғынудан кенде қалады. Іштегі жасырын рухани күшті оята білген адам қандай қиындық болса да мойымайды. Алған мақсатына қарай нық сеніммен қадам басады. Ондай адамда сәл аяңдау болғанмен тоқтап қалу деген ұғым жоқ. Адамды алға ұмтылдыратын іштегі жасырын күш болмаса, сыртқы күштердің де әсері аз әрі уақытша. Бұл сол себепті адам желкенді қайықтан гөрі жанармаймен жүретін кеме тәрізді болғаны жөн. Себебі желкенді қайық сыртқы әсердің, яғни желдің көмегімен қозғалса, жанармаймен жүретін кеме өзіндегі қуатпен жылжиды. Адам желкенді қайыққа ұқсаса, жел соқпаған күні жолда қалады. Сондықтан да адамды алға, биіктерге итермелейтін күш әуелі адамның өзінде болуы тиіс. Ал сыртқы әсер оған көмекші рөлін атқарады. Есте сақтаңыз, адам баласы өзіндегі бар мүмкіндікті пайдалана отырып, өзін бақытты етуге тырыспаса, ешкім оған бақытты әкеліп бермейді. Өмірімізді бақытты ету өз қолымызда. Қолда барға қанағат ету мен рухани жан дүниесін тазарту арқылы адамзат баласы адамдықтың биік шыңдарына шыға алады. Бұған әрбір адамның шамасы жетеді. Тек бір ғана шарт бар. Ол Алланың бұйрықтарын орындап, тыйғандарынан тыйылу. Таң сәріде ұйқыдан ояну үшін қоңырау қойғаныңыз секілді, өмірде ғапылдыққа ұрынбау үшін іштегі қоңырауды, яғни рухани күшті оятыңыз.